Сәлем. Егер сен мына видеоға кірсең, яғни сенің көңіл күйің жоқ деп ойлаймын. Мен бір аты шулы мотиватор немесе психолог емеспін, алайда мені тыңдап отырғаныңа көп рахмет. Әр адамның басынан қиыншылықтар немесе келеңсіздіктер өтеді. Ондай кезде ештеңе істегің де, ешкімге сөйлегің де келмейді. Сен өзіңді басқа көңіліңді бөлетін нәрсеге аударғың келеді. Алайда ештеңе өзгермейді. Барлығын лезде жоғалту немесе өзіңді жоғалтып алу. Көңілге тиген әрбір сөзді ойлаудың қаншалықты қиын екенін білемін. Осы уақытқа дейін мүмкін сен әрқашан барлығы жақсы болады деп ойладың. Және ешкім сенен сол бақытты естеліктерді тартып алмайды деп ойладың. Бірақ олай болмады. Дәл осы сәтте жақыным деп жүрген адамдарыңның өзі сені түсіне алмайтын халге жетуі, өзіңді қайта кінәлайтыныңды түсінемін. Себебі сен осындай үлкен мәселенің шешімін таба алмаудасың. Бірақ мен саған сол шешімді табуға көмектескім келеді. Қазір өміріңдегі келеңсіздіктерді ғана ойлаудасың. Алайда 1 минутқа болсын бақытты болған сәттеріңді есіңе алып көрші. Ой, ондай болмады деген әңгіме өтпейді. Ал егер тіпті болмай жатса, осы видеоның описаниясына мен өзімнің ВК парақшамды қалдырып кетемін. Өзіңді күйзелткен мәселені маған жаз. Жоқ, кей адамдар ойлауы мүмкін, ой, бұл қазір өзінің парақшасын жарнамалап жатыр деп. Жоқ, мен тек егер біз бір-бірімізге көмектеспесек, несіне адам атанып жүрміз деген мақсатта айтып отырмын. Осындай қызық сәттерде адам өзін өзі қолға алу керек. Егер сен өзіңді бүгін қолға алмасаң, ертең саған ешкім көмектеспейді. Ал өзіңді қолға алу үшін сен өзіңнің қалайтыныңды айқын білу керексің. Және де өте маңыздысы өзіңді жақсы көру керексің. Мен өткен видеода айтып кеткенімдей, каналда 100 подписчик толған кезде мен өзіңді жақсы көрудің 4 сатысы атты 4 видео шығаратын боламын. Сол кезге тезірек жетсек, мен сол 4 сапалы видеоны сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Егер осы видеода сізге кішкене болсын көмектессем, лайк басыңыз, арнаға тіркеліңіз деп айтпаймын. Егер мен сізге 1% болсын көмектессем, бұл әлемде менен асқан бақытты адам жоқ. Келесі көріскенше.